Саламатсыздар ма оқушылар? Сабақтың тақырыбы қозғалмалы ойындар. Алтын балық. Сабақтың мақсаты: дене тәрбиесі арқылы денсаулықты арттыру, баланың спортқа деген сүйіспеншілігін дамыту, еңбек сүйгіштікке, белсендікке, өмірге деген қызығушылығын арттыру. Сабақтың міндеті: қозғалмалы ойындарды ережеге сай орындауға үйрету. Дені саудың жаны сау демекші, сабағымызды бастамас бұрын жалпы дамыту жаттығуларын орындап алайық. Сәлеметсіздер ме достар? Бәріңіз де мықты, сау және төзімді болғыларың келеді. Ол үшін не қажет? Әрине жаттығу. Мен қазір бір қатар жаттығуларды көрсетемін. Олар әрдайым шырақ болуға көмектеседі. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иығы пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созыламыз. Қолды ауыстырып, оңға созыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қол екі жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Оқушылар, негізгі бөлімді бастамас бұрын қауіпсіздік ережесімен таныс болайық. Ойын кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережелері. Ойынды тек қана мұғалімнің командасымен бастау және аяқтау. Ойын кезінде ойын ережесін қатаң сақтау. Ойын кезінде ойыншылармен және ойыншылардың қолына, аяғына соғылып қалудан сақтану. Құлаған жағдайда өзіне жарақат алмауға тырысу. Мұғалімнің барлық командасын назар сала отырып тыңдау және орындау. Алтын балық ойыны тым қиын ойын емес, бірақ ойын барысын қадағалау керек. Сейін қулық жасамауын қадағалап тұру қажет. Балаларды қолмен ұстамауын, тек ойын шартымен ғана ұстауы қажет. Ойын басында 2 адамды таңдап алу үшін ойын бастаушыларын санақ арқылы таңдап аламыз. Таңдап алынған 2 бала қолдарын ұстап алады. Бірінші бала сейін, қалғандары балықтар болып саналады. Сейін балықтарды ұстау керек, бірақ балықтарды ұстау жеткіліксіз. Басындағы 2 бала балықтарды қолдарын айқастыру арқылы ұстау керек. Ұсталынған балықтар шеңбер ішінде жүзген сияқты болуы қажет. Ұсталынған балықтар сейінге қосыла береді. Жайлап сейін ұзара береді. Одан қашу қиынырақ, ол өте үлкен. Үлкейген сайын ол епсіз келеді. Ойын судың ішінде 2 балық қалғанша жалғаса береді. Балалар, алтын балық ойыны сіздерге ұнады деп ойлаймын. Қорытынды бөлім. Балаларды сапқа тұрғызу. Сабаққа белсенді қатысқан оқушыларды бағалау. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.